Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қауын жайлы бірнеше ақпараттар беретін боламын. Видео басталмас бұрын менің арнама тіркеліп, және видео ұнаған болса лайк қойып кетуді ұмытпа. Ал ендеше біз бастаймыз. Қауынның кез келген сортының 100 грамм бөлігі бір күндік С дәруменімен қамтамасыз етеді. Бұл дәрумен адам ағзасындағы ұлпалардың қалыпты жағдайын сақтауға септігін тигізіп қана қоймай, жара орындарының тез бітелуі мен тіс пен сүйектердің тез қалпына келуіне мүмкіндік береді. Қауынның құрамында А дәрумені де молынан кездеседі. Теріңіз бен көзіңіздің қарашығына жақсы әсер етіп қана қоймай, көзіңіздің көруін жақсартады. Оның жетіспеушілігі иммунитеттің төмендеуіне әкелуі әбден мүмкін. Қауынның көптеген түрі В дәруменіне де бай. Бұл дәрумен қант пен көмірсуларды өндіретін болғандықтан денеңіз күні бойына қуатқа толы болады. Барлық жеміс пен көкөністер секілді қауынды арықтауға қолдануға болады. Оның калориясы өте төмен, әрі май құрамында мүлде жоқ. Құрамындағы судың көптігі күні бойы өзіңізді тоқ сезінуге мүмкіндік береді, ал тәтті дәмі шоколадқа деген құштарлығыңызды төмендетеді. Қауын ішектерді тазартып, іш қатудың алдын алады. Құрамындағы минералдар асқазанда туындайтын ауруларды жойып, қышқылдық ортаны реттейді. Құрамындағы дәрумендер мен пайдалы ағзалар шашыңыздың түсуінен де сақтайды. Ал достар, осымен біздің видео аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, лайк қойып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпа.